Дыбыс тербелістер нәтижесінде пайда болатын энергия түрі болып табылады. Ол заттардың қозғалысы кезінде туындайды. Тербеліс ауа арқылы толқын түрінде таралады. Бұл толқындар құлаққа жеткенде дыбыс ретінде қабылданады. Осылайша дыбыс табиғаттағы маңызды құбылыс болып есептеледі. Адамдар дыбысты күнделікті өмірде кеңінен пайдаланады. Ең алдымен дыбыс сөйлеу үшін қажет. Сөйлеу арқылы адамдар өз ойларын жеткізеді. Бұл қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Сондықтан дыбыс адамдар арасындағы байланыстың негізгі құралы болып табылады. Дыбыс музыка саласында ерекше орын алады. Музыка әртүрлі дыбыстардың үйлесімінен құралады. Әуен мен ырғақ дыбыс арқылы жасалады. Музыка адамның эмоциясына әсер етеді. Сондықтан ол мәдениеттің маңызды бөлігі болып саналады. Дыбыс тек адамдарға ғана емес, табиғатқа да тән құбылыс. Құстар дыбыс арқылы бір-бірімен байланысады. Жануарлар да дыбыс шығарып белгі береді. Бұл олардың тіршілігі үшін маңызды. Осылайша дыбыс табиғаттағы ақпарат алмасу құралы болып табылады. Дыбыс белгі беру үшін де қолданылады. Мысалы, қоңырау соғу белгілі бір әрекетті білдіреді. Ол адамдарды ескерту үшін пайдаланылады. Әртүрлі дыбыстық сигналдар бар. Бұл дыбыстың практикалық маңызын көрсетеді. Қазіргі заманда дыбыс техникада кеңінен қолданылады. Радио дыбыс арқылы ақпарат таратады. Теледидар дыбысты бейнемен біріктіреді. Бұл адамдарға ақпаратты толық қабылдауға көмектеседі. Сондықтан дыбыс технологияның маңызды бөлігі болып табылады. Дыбыс медицина саласында да пайдаланылады. Дәрігерлер ультрадыбысты қолданады. Бұл адам ағзасын зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс қауіпсіз әрі тиімді болып саналады. Осылайша дыбыс денсаулық сақтау саласында маңызды рөл атқарады. Көлік саласында дыбыс қауіпсіздік үшін қолданылады. Көліктер дыбыстық сигнал береді. Бұл басқа адамдарды ескерту үшін қажет. Жол қозғалысында дыбыс маңызды рөл атқарады. Ол апаттың алдын алуға көмектеседі. Дыбыс еңбек үдерісінде де қолданылады. Әртүрлі құралдар дыбыс шығарады. Бұл жұмыс барысын бақылауға мүмкіндік береді. Дыбыс өзгерісі ақауды анықтауға көмектеседі. Сондықтан ол өндірісте маңызды белгі болып табылады. Дыбыс ойын-сауық саласында ерекше орын алады. Фильмдерде дыбыс көріністі толықтырады. Ол көрерменге әсер етеді. Дыбыс эмоцияны күшейтеді. Сондықтан дыбыссыз фильм толық болмайды. Білім беру үдерісінде дыбыстың маңызы зор. Мұғалім ақпаратты ауызша түсіндіреді. Оқушылар тыңдау арқылы білім алады. Дыбыс есте сақтауға көмектеседі. Осылайша оқу процесі тиімді болады. Дыбыс табиғатты зерттеуде де қолданылады. Ғалымдар жануарлардың дыбысын тыңдайды. Бұл олардың мінез-құлқын түсінуге көмектеседі. Дыбыс арқылы зерттеу жүргізіледі. Ол ғылыми әдіс ретінде қолданылады. Қауіпсіздік жүйесінде дыбыстың орны ерекше. Дабыл жүйелері дыбыс шығарады. Бұл адамдарды қауіп туралы ескертеді. Дыбыс жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Сондықтан ол қауіпсіздік үшін өте маңызды. Дыбыс спорт саласында да қолданылады. Төреші ысқырық арқылы белгі береді. Ойыншылар дыбысқа назар аударады. Бұл тәртіпті сақтауға көмектеседі. Дыбыс ойын ережесін бақылауға мүмкіндік береді. Дыбыс жануарларды үйретуде маңызды құрал болып табылады. Адамдар командаларды дыбыс арқылы береді. Жануарлар бұл дыбыстарды түсінеді. Бұл үйрету процесін жеңілдетеді. Осылайша дыбыс байланыс құралы ретінде қызмет етеді. Дыбыс байланыс құралдарында кеңінен қолданылады. Телефон арқылы адамдар сөйлеседі. Дыбыс қашықтыққа таралады. Бұл адамдарды байланыстырады. Қазіргі қоғамда дыбыстың маңызы зор. Дыбыс қоршаған ортаны бақылауға көмектеседі. Адамдар дыбысты тыңдау арқылы жағдайды бағалайды. Бұл қауіптің алдын алуға мүмкіндік береді. Дыбыс маңызды ақпарат көзі болып табылады. Ол сезім мүшелерімен тығыз байланысты. Өнер саласында дыбыстың рөлі ерекше. Ән айту дыбыстың бір түрі болып табылады. Әртістер дыбыс арқылы өнер көрсетеді. Бұл шығармашылықтың маңызды бөлігі. Дыбыс эмоцияны жеткізуге көмектеседі. Ғылымда дыбыс жан-жақты зерттеледі. Ғалымдар оның қасиеттерін анықтайды.
дыбыс толқындары талданады. Бұл жаңа технологиялар жасауға мүмкіндік береді. Дыбыс ғылым үшін маңызды зерттеу нысаны болып табылады. Қорытындылай келе, дыбыс өмірдің барлық саласында қолданылады. Ол ақпарат жеткізудің негізгі құралы болып табылады. Дыбыс қауіпсіздік, байланыс және өнерде маңызды рөл атқарады. Дыбыссыз өмірді елестету қиын. Сондықтан дыбысты дұрыс пайдалану қажет. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.